Той жиындарда дастарханның көркін ашып жүрген жылқы етінен ащы салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен қиярымызды турап аламыз, видеода көрсетілгендей ірі етіп тураңыздар. Жартылай ащы, осындай ұзын болгарский перец тураймыз. Қызыл түсін және жасыл түсін пайдалансаңыздар болады. Одан кейін черри помидорларын екіге бөліп саламыз. Піскен жылқы етін қосамыз. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін 4 штук чесногымызды теркадан өткіземіз. Үстіне соя құямыз және осындай ерекше соусты пайдаланамыз. Тұз саламыз, паприка қосамыз, сұйық май қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Ең соңынан барып салат жапырақтарын қосамыз. Кез келген салаттың түрін пайдалана берсеңіздер болады. Әсемдік үшін наннан арнайы кольцо дайындаймыз. Ол үшін бізге слоеный тесто керек. Көлемін қалың және жуан етіп жасап аламыз. Үстіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз және кунжут себеміз. 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Піскен нанымызды тәрелкенің ортасына қоямыз. Бір қолымызбен ұстап тұрып, ортасына салатымызды орналастырамыз. Әсемдік үшін үстіне кунжут сеуіп және бальзамический соус сепсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.